Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі жасайтын тәтті бәліш банофи пай. Ендеше кеттік. Онды електен өткізіп аламыз, міндетті түрде, өйткені атмосферамен реакцияға түскен ұн жақсы көтерілетін болады. Одан кейін салқын сармай, яғни кәдімгі морозильниктен шыққан сармайды үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізген кезде осылай ұнға айналдырып батырып өткізсеңіздер жақсы тез өтетін болады. Сонымен қолымызбен осылай ысқалап кішкене маймен ұнды араластырамыз. Не осындай болу керек. Үстіне қант ұнтағын, сахарный пудра, шым-шым тұз сеуіп, осы қамырмен бірге араластырып аламыз. Жұмыртқаның сары уызын қосамыз, яғни ақ уызынан ажыратылған сарысын саламыз. Жақсылап қамыр қылып илейміз. Ештеңке артық қосудың қажеті жоқ. Осылай айналдырып, қолдарыңызбен езе берсеңіздер, кәдімгі қамыр шығады. Міне уже қамыр шығып жатыр. Кішкене осылай қолға жабысуы мүмкін, бірақ ол қорқынышты емес. Дайын болған қамырымызды салфанға орап, холодильникке 1 сағатқа тұндыруға қоямыз. 1 сағаттан соң диаметрі 24 см болатын қалыбымызға астынан пергамент қағазын төсеп, жаңа қамырымызды ішіне салуымыз керек, жаюымыз керек. Жан-жағын осылай сармаймен жақсаңыздар, жақсы жабыспайтын болады. Негізі маңызды емес, өйткені қамырдың құрамында сармай бар, жабыспайды. Осылай ішіне жайып, жан-жағына бортик жасаймыз, яғни қамыр жан-жағыны шығарамыз, формаға келтіреміз. Ортасын жұқа қылмаңыздар. Бортик бірдей көріну үшін жан-жағын осылай вилкамен тегістеп шығамыз. Ортасын вилкамен тесіп, алдын ала қызып қойған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіреміз. Біздің коржымыз пісіп шықты. Міне жан-жағы ғана, бортиктің жан-жағы ғана сарғайып тұрды. Ортасы аппақ, бұл уже пісті деген сөз. Енді бұны суытуға қоямыз. Дайын болған коржды осындай өздеріңізге қажетті мош тарелка кез келген затқа қойып, оған варенканы саламыз үстіне. Варенканың барлығын қоспаңыздар, өйткені тым тәтті болып кетеді. Бізге керегі 1 немесе 2 банан болады. Мысалға менде 1,5 банан кетті. Осылай қиғашынан кесіп, әдемілеп пирогқа орналастырамыз. Кремін дайындаймыз. Бізге керегі сливки салқын болу керек. Менде 33% сливки қолдандым. Оның үстіне сахарный пудра қосып, миксерлейміз. Миксердің төменгі жылдамдығынан бастап жайлап миксерлейміз. Кремді өзінің формасын ұстайтын дәрежеге дейін миксерлейсіздер. Одан кейін арнайы кондитерлік қапшыққа салып, кез келген өздеріңіз ұнататын насатканы пайдалансаңыздар болады. Бұл жерде менікі вупи пайға қолданатын 807 номерлі насатка. Үстіне какао ұнтағын жаймен себеміз, бұл өте әдемі көрінеді. Және кез келген нәрсемен сәндеуге болады. Мысалға мен гүлдермен сәндедім, жемістермен сәндеуге болады. Ол енді өз еркіңіз. Бізде банофи пай дайын болды. Дайындап көріңіздер, сәттілік.